Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталының министрлер портреті жобасы жалғасып жатыр. Мұнда министрлердің болмыс бітімі мен мінезі, қызметінің жағдайымен сүйкімді немесе сүйкімсіз жақтары, тағы басқа қырлары ашылады. Бұл жолғы кезек премьер-министрдің орынбасары Ермек Көшербаевқа келген екен. Материалдан оны тани түсеміз. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы. Министрлер портреті Ермек Көшербаев домбырашы деген тақырыппен берілген үлкен мақаланың маңызды тұстарына тоқталсақ, авторы былай деген: Ермек Көшербаев Динара Шайжүнісовамен отау құрған, ал Шайжүнісовтер жалғыз шығыс өңір емес, бүкіл республикаға танымал әулет. Белгілі әулеттің үрім бұтағы социалистік еңбек ері Жақия Шайжүнісовтен тамыр тартып жатыр. Көшербаевтың қайнатасы Мәркен Шайжүнісов сонау 60 жылдардың ортасынан бастап лауазымды қызметтер атқарған көрнекті тұлға. Майда шүйдесін айтпағанда Семей облыстық партия комитеті төрағасының бірінші орынбасары, кейін Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, Семей қаласының әкімі, жоғарғы кеңес пен парламенттің депутаты болған. Сондықтан шығар Ермек Көшербаевты көре алмайтындар оның жеткен жетістіктерінің бәрін қайын жұртына телейді. Бұл аса дұрыс нәрсе емес. Қайын жұртты көкті тіреп тұрса да жетекке жүрмейтін жігіттер қай жерден де табылады. Осыны ескеріп, Көшербаевтың көтерілу кезеңдеріне бейтарап ракурстан көз тастап көрейік. Ермек Көшербаевтың сыртқы істер министрлігін шиырлап жүріп, арасында президент әкімшілігіне ауысқан. Міне дәл сол кезеңдерде Мәркен Шайжүнісовте президент әкімшілігінде қызмет атқарып жүрген. Мұны енді көре алмайтындардың күдігі бекер емес екен десеңіз де, әншейін сәйкестік десеңіз де өзіңіз білесіз. Ал біз күннің шығыстан шығатыны секілді Көшербаевқа да жақсы қуаныштың қайын жұрт жақтан келетініне бір мысал айтайық. 2018 жылы Шайжүнісовтер мен Назарбаевтар құда болды. Дариғаның Венера деген жалғыз қызы Дәлен Шайжүнісовке тұрмысқа шықты. Дариғаның кәсіби әнші, әкесінің көңілді әнші екенін ескерсеңіз, құдалықтың қызықты өткеніне дау болмаса керек. Онда жерде Көшербаевта көсілтіп домбыра шертпет десеңіз, ешкім де сенбес еді. Құдалықтың кереметі сонда ғой. Құда 1000 жылдық. Тойдың қызуы тарқаған соңда сый құрмет өзгермейді. Көрген жерде бас салып, бір-бірінің бетінен сүймесе де, құдалар сырттай тілеулес, ниеттес болып жүреді. Бұл енді қазақы жөн жосықтың жоралғысы, ал саясаттың сорпасы қосылғанда құдалықтың қамыры қалай ашитыны бір құдайға ғана аян. Бастысы бұл емес негізі. Венера Динараға келін болғаннан кейін Ермекке де келін. Ал келін не істейді? Бастары қосылған жерде қоюлап шай құяды. Көрген жерде иіліп сәлем салады. Басқа емес, президенттің жиен немересі алдыңда иіліп тұрған көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Жаныңды алай-дүлей ететін мұндай ерекше сезімнің дәмін Көшербаев баяғыда татып тастаған болар. Назарбаевтар әулетімен құда болғаннан кейін тағы не татып көргенін іші білер. Ал біздің білетініміз Ермек Көшербаев қазір шығыстық шеңберден шығып, билік басындағы санаулы адамның сапына қосылды. Бірақ жол жөндеп жарытпаған Көшербаевтың оң жаңбасына келген бір шаруа бар. Бұл кісі бұқараның көңіл күйін, домбыраның құлағын бұрағандай нәшіне келтіріп қоюға шебер. Мәселен, шығыста ұлттық спортқа жан бітті. Әр жерде ат спорты бойынша додалар ұйымдастырылды. Бүркітшілер фестивалі өткізілді. Данила Северный деген лақабаты бар Даниял Ахметовтың кезінде мұндайды көрмеген жұрт Көшербаевқа құлап түсті. Естеріңізде болса, Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылы шілденің бірінші жексенбісі ұлттық домбыра күні болып айқындалсын деген қаулы шығарған. Шілдеде туған Назарбаевтың өзі кеткен соң қаулысының да қызығы тарқай бастады. Ахметов мұндай мерекеде халқым домбыра күні құтты болсын деген мағынада бір ауыз сөз жаза салатын. Ал Көшербаев өйтпейді. Көшербаев үшін әр күн домбыра күні.
домбыраны қолқа салса, бәлсінетін кісіңіз бұл емес. Қоңыр үнді домбыраны қолына алады да күмбірлете жөнеледі. Бірақ күй тыңдау көңілге дем бермесе, құрсаққа тамақ болмайтыны белгілі. Оның үстіне Көшербаевтың өзі ұдайы көпшіліктің бел ортасында жүрді деуге келмейді. Мұның дәлелі кейде бұғынып қалатын Көшербаевқа жете алмай, оны сотқа берген тұрғындар да бар. Негізі Ермек Көшербаевты сөйлеткісі келген журналист оны концерттен ұстап алғаны дұрыс. Себебі әңгіме кезінде ар жақта музыканың сазы ойнап тұрса, бұл кісі шешіліп сөйлеп шындығын айтады. Астана Өскемен емес, Астанада айтқан әр сөзің Алталаштың құлағына қазір жетеді. Айтып едім, бүйтіп едім, барам деп үлгірмей қалдым деген сылтаулар Астанада жүрмейді. Оның үстіне аймақта өзі би, өзі қожа боп үйренген шенділерді Астананың жалаң аяқ журналистері жүндей түтуге машықтанған. Өткенде сондай бір кергіге аяқ асты біздің кейіпкеріміз де түсіп қалды. Алматыда Жириновскийге ескерткіш орнатылуы мүмкін бе деген сұрақ қойылды. Әрине жоқ деді Көшербаев. Өскеменнің журналисі болса, рахмет пікіріңізге деп кете берер еді. Астананың тілшісі тықақтап, неге деген тағы бір сұрақ қойды. Мынаның дені саумы өзі дегендей сұрақ иесіне бір қарап алған ол, жоқ дедім бе? Жоқ деді. Бұл сөз вице-премьер Көшербаевтың жауабынан гөрі айттым, бітті, кестім, үзілді дейтін әкім Көшербаевтың сөз ләміне көбірек ұқсайды. Олай дейтініміз бұл кісі дипломат. Дипломаттың тілі кез келген мәселенің тігісін жатқызып жіберетіндей жатық болу керек. Жириновскийдің кім екенін айтам десе, дәлел дәйек толып жатыр. Оған қоса жоқ дедім бе, жоқ дейтіндей Қазақстандағы ескерткіш мәселесінің бәрі Көшербаевтың қолында тұрған жоқ. Осының бәрін ескерсеңіз, Ермек Көшербаев қайда келгенін әлі түсінбей жүрген жоқ па екен деген тағы бір сауал туады. Түйін, бұл уақыттың жақсы жағы да бар. Қысты күні балалар мектепке қараңғыда емес, жарықта барады. Өз басыма келер болсам, маған әсері жоқ. Күннің қашан шығып, қашан бататынын аңдып отырмаймын, жұмыс істей беремін. Бұл сөзді Көшербаев 2024 жылы Өскеменде жүргенде айтқан. Дұрысы, күнді аңдып отырмай, жұмыс істей беретін жерге енді келді. Бірақ жоғарыда айтқанымыздай, Астана жыртқан қағазды желіндеп қойсаң, жымы білінбей кететін жер емес. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы. Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.